заңнама талаптарына сәйкес жаңа жыл басталғанға дейін бір ай бұрын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2023 жылға арналған зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектерін жариялады. Олар жас мөлшеріне байланысты 3-тен 10 миллион теңгеге дейін соманы құрап отыр. Кейбір шекті мәндердің өзгеруі оларды есептеу кезінде жыл сайын индекстелетін ең төменгі жалақы, ең төменгі зейнетақы, ең төменгі күнкөріс деңгейі сияқты әлеуметтік көрсеткіштердің ескерілуімен түсіндіріледі. 2023 жылға ең төменгі жалақы 70 мың теңгені, ең төменгі зейнетақы 53 076 теңгені, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 24 341 теңгені, ең төменгі күнкөріс деңгейі 40 567 теңгені құрайды деп көзделген. Шекті мәндерді есептеу кезінде ескерілетін басқа да әлеуметтік маңызды көрсеткіштердің де мөлшері көтерілді. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңда, республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен емес ай сайынғы зейнетақымен қамсыздандыру үшін қажетті міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының ең төменгі мөлшері деп айқындалған. Төменгі жеткіліктілік шекті есептеу әдістемесі Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен бекітілген. Бекітілген әдістемеге сәйкес ең төменгі жеткілікті шектің шамалары әр жас үшін жеке анықталады және болашақ зейнетақы төлемдері мен зейнетақы жарналарының өсуін ескереді. Басқаша айтқанда, ең төменгі жеткіліктілік шек бұл салымшының зейнетке шыққаннан кейін ең төменгі зейнетақыдан кем емес төлемдерді алу үшін шотта қалуға тиісті ең төменгі сома. Бұл ретте зейнетақы төлемдерінің жалпы сомасында базалық төлемде ескеріледі.